Денені сақтаудың жолдары көп, бірақ практика көрсеткендей ең тиімдісі ол табиғи мұздату. Бұның арқасында ғалымдар біз тіршілік еткеніне сене бермейтін жануарлардың сақталған қаңқаларын тауып жатыр. Байланыстан құрай, сіз мұздап қалған жануарды қалай елестетесіз? Ал мына тік аяққа қалай қарайсыз? Табиғат заңы бойынша, бірде-бір кеудесінде жануар тіршілік иесі өлім алдында өліспей беріспейді емес пе? Бірақ соған қарамастан бұл фотосурет ғаламторда кең таралып кетті, және барлығы шынайы деп жатыр. Жануарлардың мұндай позада қатып қалуы мүмкін бе? Міндетті түрде комментке жаза кетіңіз. Бүгінгі шығарылым мұздан табылған жануарлардың қаңқасы жайлы болмақ. Үңгір арыстаны. Бұл жануардың түрі ертеректе жойылып кеткен, бірақ өз заманында қауіпті жыртқыштардың бірі болған. Ғалымдар бұларды тарихта болған ең үлкен арыстандардың түрі деп санайды. Баяғы заманда жоғалып кеткен жануарлардың түрін зерттеу әрине қиын. Сондықтан ғалымдар көптеген жерлерде зерттеу жүргізіп, осы жануарлардың түрінің кішкене алан, яғни баласын тауып алады. Бұл қаңқа 28 000 жыл бойы сақталған. Балақайды қарлы Сібірден тапты, және қаңқа мұзда болғандықтан жақсы сақталған. Тіпті мұрты да болды. Балақайға Спарта деген ат беріп, көптеген ғылыми мақалалар жазылды. Тек қана мұрты емес, ішкі ағзалары да жақсы сақталған. Юта. Дәл осылай 2010 жылы Квадратьева өзенінің сағасынан батысқа қарай 30 км жердегі Агайос Яр ауданында табылған жас мамонт атайды. Бойы 165 см, ал ұзындығы 2 метр 5 см құрайды. Мамонттың құйрығы кішкентай, ал тірі кезінде салмағы шамамен 500 кг болған. Зерттеулер бойынша ол 28 000 жыл бұрын 6 және 9 жас аралығы кезінде өмірден озған. Қазбаның ерекшелігі Ютаның терісі мен жүні жақсы сақталған. Бұл үшін әрине мұздықтарға рахмет. Қоса алғанда Ютаның денесінде көптеген тіс іздері табылды. Шамасы оның өліміне басқа жыртқыштар себеп болған болуы керек. Мұз астында мыңдаған жылдар сақталғанына қарамастан, Ютаның миы жақын арада қайтыс болған жануардікіндей болды. Ғалымдар оның миына зерттеулер жүргізіп, мыңдаған жылдар бойы қырылып кеткен мамонттардың кейбір ерекшеліктері болғанын анықтады. Бөлтірік. Бұл балақайды зерттеу үшін бізге Канаданың солтүстігіне сапар шегу керек болады. Осы жерде адамдар бөлтіріктің ең көне қаңқасын тапты. Ол мұздықтар арасында 57 000 жыл жатқанына қарамастан жақсы сақталған. Зерттеулер нәтижелері бөлтіріктің үңгірінің шыға берісі тастармен жабылып қалғандықтан ауа жетпей қаза тапқан деп көрсетті. Бұл ерекше тіршілік иесін табуға көмектескен жаһандық жылыну. Мұздың арқасында жануардың тісі, терісі жақсы сақталған және қазірде ғалымдар зерттеп жатыр. Ежелгі ит. 2018 жылы Ресей ғалымдары швейцариялық экспедициямен Якутск аймағында қазба жұмыстарын жүргізді. Қазба жұмыстары кезінде олар тіпті ешкім күтпеген дүние тауып алды. Бұл ежелгі итке ұқсаған қауіпті жыртқыштардың қаңқасы еді. Бірінші зерттеулер тіршілік иесінің 18 000 жыл алдын қаза тапқанын көрсетті. Ол қасқырлар қолға үйретілмей тұрып қаза тапқан, бірақ та дәл осы кезеңдерде ежелгі қасқырлардың генетикасында өзгерістер басталып еді. Сондықтан көптеген ДНК тестеріне қарамастан, табылған қаңқаның қандай жануарға жақын екендігін анықтай алмады. Ғалымдар оны не қасқыр тұқымдасына, не иттерге жатқыза алмады. Қазірде зерттеулер әрі қарай жалғасып жатыр. Айдахар. Енді біз 150 миллион жыл алдын өмір сүрген жануардың қаңқасын зерттейтін боламыз. Квинслендтегі ғалымдар птерозаврдың жаңа түрін тапты. Бұл тіршілік иесі ең үлкен птерозавр болғанына қарамастан, жағы шамамен 1 метрді құрайды. Ал қанаты жайылғанда 7 метрге жетеді. Бір қызығы, мұндай алып қанаттарына қарамастан табылған жануар ұша алмайтын. Бұл факт зерттеулерді одан сайын қызықты етті. Соған қарағанда айдахар көп уақытын жерде өткізген және үлкен жағының арқасында өзінен қашқан жемтіктерін оңай ұстап алатын болған. Пингвин дегенде көз алдарыңызға не елестейді? Шамамен жағалауда жүретін сүйкімді аласа тіршілік иелері шығар. Немесе толқынды сезім мультфильміндегі серфинг ұстаған Коди елестейтін шығар. Ал мен сізге егер бұрын жер бетінде 150 килограммдық үлкен пингвиндер өмір сүрген десем қалай қарайсыз? Олар қазіргі пингвиндердің арасындағы ең үлкен, императорлық пингвиннен 3 есе үлкен. Сондықтан алып пингвин тарихтағы табылған ең үлкен пингвин деген атаққа ие болды. Алайда бір өкініштісі, оның нақты өлшемін анықтауға мүмкіндік болмады. Шашылған сүйектерден әрине бірдеңе анықтау қиын. Бірақ шамамен бұл алыптың бойы 1,5 метрге дейін жеткен. Олар өмір сүрген кезде жер бетінде ендігі динозаврлар қалмаған еді. Яғни бұл алып тіршілік иелеріне аса қатты бәсекелестік алып келетін жануарлар болмады. Соған қарамастан бұл пингвиннің түрлерінің қырылып кеткені өте қорқынышты емес пе? Алдынан шыққаны шайнамай жұтады деген сөз тіркестері мына динозаврға сәйкес келеді. Оның қаңқалары 20 ғасырда Канадада табылды. Бұл жыртқыш тираннозаврдан да мықты деген тұжырым бар. Соған орай ғалымдар бұл динозаврға өлім алып келуші деген ат берді. Бұл жыртқыш шөпқоректілермен ғана шектелмей басқа да жыртқыштармен қоректенген және барлығынан биік тұрған, ешқандай бәсекелесі болмаған. Ғалымдар қазба жұмыстары кезінде жыртқыштың бойы 2,5 метр екенін, ал ұзындығы басынан аяғына дейін 8 метрге жететінін анықтады. Қоса алғанда өткір тісінің ұзындығы 7 см.
ыңғайлы жағы өзімен бірдей жыртқыштармен теңдей алысуға мүмкіндік береді. Армадиллолардың ата-бабасы. Зауытты аңдарға келсек, қазір олар кішкентай, ал бұрын көлемі көліктей болған. Олардың қалдықтары 2020 жылы Аргентинадан табылды. Сырты панцирмен қапталған, ұзындығы шамамен 3 метр. Қорғанысқа арналған денесінде және басында зауыты болған. Қосалғанда шабуыл жасауға ыңғайлы құйрығы бар. Қазіргі зауытты аңдар қауіп төнген жағдайда осылай тығылып қалса, ежелгі ата-бабалар тойтасып беруге, тіпті өлімге апаруға қабілетті болған. Енді ғалымдар жақында Антарктида мұздарының арасында тапқан тіршілік иелері туралы айтатын боламыз. 2021 жылдың ақпанында бір топ ғалымдар барлығының назарын аударған жаңалықты ашты. Себебі мұхиттан 260 км қашықтықта, 900 метр тереңдікте, -2,2 градуста қараңғы жерде тіршілік иелері болуы екіталай. Соған қарамастан британиялық Антарктида экспедициясы мұз астында белгісіз тіршілік иелерін тапты. Ғалымдар зерттеулерін Ронне Филлер мұздығында жүргізді. Зерттеуші топ бұл жерлердің тарихын білуге келіп еді. Сондықтан геологиялық экспедицияның басшысы Джеймс Смит терең құдық қазуға бұйрық берді. Нәтижесінде ғалымдар 1 километрге жететін мұзды ыстық сумен ерітті. Соңынан ұңғымаға сынама алатын құралмен не болып жатқанын көру үшін экшн камера түсірді. Бірақ сынақ жүргізуге материал алу мүмкін болмады. Құрал үнемі үлкен тастарға тиіп отырды. Осы тастардың астынан ғалымдар белгісіз тіршілік иелерін тапты. Бірақ сұрақтар көбейіп кетті. Мысалы, қалай мұндай эхо жүйе ұзақ уақыт бойы жасырынып өмір сүрді? Бұл тіршілік иелері қандай заттармен қоректенеді деген сұрақтар пайда болды. Экспедиция тобының мүшесі Хью Гриффитс бұл жаңалықты кездейсоқтық деп сипаттады. Тірі ағзалар үшін өмір сүру қиын. Антарктидада да теңіз жануарлары мен өсімдіктерінің бары анықтала бастады. Бірақ бұл тіршілік иесін зерттеу үшін ғалымдар оны жақыннан көруі керек еді. Бірақ 1 километр тереңдіктен өсімдікке зиян келтірмей оны жерге алып шығу оңай шаруа емес. Осылайша бүгінгі шығарым соңына жетті. Соңына дейін көрген үшін рахмет. Егер кейбір жерлерде даусым онша емес болып тұрса, кешірім сұраймын, себебі ауырып жатырмын. Чао!